Кісі ақысын аттамаған өз бақытын таптамаған адам. Кісі ақысына қол сұғу түбі тесік желекке су құйғанмен тең. Көпшіліктің жөнді білмей, білсе де терең байыбына бармай жүрген бұл мәселе психологияда жиі айтылған жеке шекара тақырыбы. Біреудің шекарасына өтпеу, біреудің жеке кеңістігін бұзбау, бірақ көп жағдайда кісі ақысын өте терең ойлап, кей маңызды дүниелерге мән бермей жатамыз. Тақырып барысында кісі ақысына абай болмау түбі тесік желекке су тасығанмен бірдей дедік. Соның мәнін түсініп алсақ, біз мәңгі өмір сүрмейміз. Бізге ұнамаса да, ұнаса да өлімнің бар екені хақ. Уақыты келгенде бәріміз Аллаға қайтамыз. Бәріміз білеміз, о дүниеге барғанда біздің күнәлі істеріміз бен сауапты әрекеттеріміз таразыға түседі. Алланың алдына барған сәтте бәріміз есеп береміз. Сол жерде ешкімнің ешкіммен жұмысы жоқ. Әркімнің өз басы қара басымен әуре болады. Осы дүниелік істеріміз таразыға түсіп жатқан кезде алдымыздан кісі ақысы деген мәселе шығады. Жаратушымыздың басқаның барлығын есебін мен аламын, бірақ кісі ақысын сол құлымның өзіне қалдырамын деген уәдесі бар. Біз ақысына қол сұққан адам, сен осы бір кезде менің ақымды жегенсің, енді маған сауаптарыңды беріп есебін айырамыз деп айтады екен. Өйткені ол жақта бұл жерде жинаған дүниелеріміз болмайды. Тек сауапты істеріміз бен күнә әрекеттеріміз ғана таразыға татылады. Сондай-ақ кісі ақысын жеген болсақ, осы екі нәрсемен ғана құтыла аламыз. Мысалы, қазір өмір сүру барысында адамдардың ақысына қол салдық делік. О дүниеге барғанда ол адамдардың барлығы кезек-кезек келіп, өз ақысының өтемі ретінде сауаптарымыздың барлығын санап алып кетеді. Өмір бақи жинаған сауаптарымызды осылай оп-оңай айырылып қалуымыз мүмкін екен. Сондықтан да қаншама сауап жинауға тырысып, бірақ осы кісі ақысына жақсылап мән бермесек, жинаған сауабымыз түбі тесік желекке құйған су сияқты болып қалуы мүмкін. Бізді одан сақтасын. Ренжіткен кісі қарасы көп болып шықса, алдымен сауабымыздан толық айырылып, сауабың таусылса, әлгі кісілердің беретін сауабың болмаса, менің күнәмді көтер деп өз күнәсін арқалатады екен. Яғни кісі ақысынан құтылу үшін алдымен сауап беріп, сауап таусылса, күнәсін көтеруге тура келеді. Сөйтіп таудай сауап арқалап барған болсақ та, бұл дүниеде көп кісілердің ақысына қол соғып, кешірімін ала алмай о дүниеге аттанып кетсе, жағдай мүшкіл болып қалуы бар екен. Басқа күнәлердің есебін жаратушымыз алғандықтан оның рахымынан үміт бар. Ал адамдардың өзіне қалдырған кісі ақысына әрбіріміз өте мұқият болайық. Психологияда бұл тұрғыдан ғалымдар біреудің шекарасына өтпе, жеке тиімділікті сақта деп ескерту жасайды. Кісі ақысына қандай жағдайларда қол сұғамыз? Бұл екі дүниелік маңызы бар сұрақ. Жалпы оны тым глобалды қарастыруға немесе біреудің материалдық тұрғысынан ақысын жеу деп қана қателеспеу керек. Мынаны білген дұрыс. Сенің шекараң біткен жерден келесі бір кісінің шекарасы басталады. Бұл дүниеде жасалған шаңның түйіріндей жақсылық та, жамандық та есепсіз қалмайды. Егер кісі ақысының жауапкершілігін барлық адам терең түсінсе, елімізде бірде-бір лас әжетхана қалмас еді. Нағыз кісі ақысына қатысты мәселе бұл. Ешкім көрмейтін жерде әрбір адамның шын бет бейнесі көрінеді. Ешкім көрмегенмен сен жасап жатқан кереметті сенен кейін кіріп көрген адам жеркенеді. Оған өте жағымсыз болады, тыжырынады, сөзбен сыбап алады. Бітті. Сен сол адамның ақысына қол сұқтың. Өйткені дәл сенің себебіңнен ол адам жеркенді, жаман сезімде болды. Сенен кейін кіретін, саған дейін де тазалап реттеп табыстырған адамның бәрінің өз ақысы бар екенін ұмытпа. Айналаға, қоғамдық ортаға жанашырлық танытып, барлық жерде кісі ақысын ескерілетінін есіңде ұстаған жөн. Себебі танымайтын адамдардың ақысына кіріп, кешірім сұрап, ақыретте қалдырмаудың мүмкіндігі тумай қалуы мүмкін. Осындай біз өте ұсақ деп ойлайтын күрделі мәселелермен қатар мынандай дүниеге де абай болыңыз. Біріншісі, ғайбат айту. Кісіні сыртынан мақтауға, жақсы сөздер айтуға болады. Бірақ сен сөз қылып отырған кісінің өзі естісе, ренжитін сөздер айту ғайбат, өсек саналады. Тіпті сен айтқан сөздер рас болса да, мысалы бір кісі аласа бойлы дейік. Егер сен ол адамды сыртынан қортық, пәленше, келте аяқ, түгенше деп атасаң болды, бітті. Бұл ғайбат. Айтып отырғаның шындық болса да ғайбаттау болып саналады. Яғни саған күнә жазылады. Және о дүниеге өтпей жатып әлгі кісіден кешірім сұрап үлгермесең, арғы дүниеде сауап беріп құтыласың. Немесе ол адам саған күнәсін арқалатады. Әлеуметтік желіде отырып алып, суретсіз аккаунттан бұрқыратып комментарий жазып,
басқалардың намысына тиіп жеке шекарасын бұзудан сақтану қажет. Сен танитын жұлдыз саған ұнамайтын киім кисе де үндемей өтіп кетуге тырыс. Ол оның өз мәселесі, өз жауапкершілігі. Кісі ақысы оған да қатысты. Екінші, аманатқа қиянат жасау. Біреу саған ішкі сырын аманаттаса, оны барып біреуге жеткізу немесе біреу аманат деп тапсырған мүлкіне қол сұғу кісіге жасалған қиянат. Мысалы, бір кісі саған бір зат аманаттап беріп жіберсе, әдейілеп ашып қарау немесе саған ғана сыр етіп айтқанын келесі біреуге айтып қою кісінің ақысын таптаумен тең. Үшінші, кісі затына рұқсатсыз тиісу. Мейлі ол қандай зат болсын. Мысалы, күйеуің ұйықтап жатқанда оның WhatsApp-ына тексеру, телефонын рұқсатсыз қарау, телефондағы суреттерді, ноутбуктағы файлдарды ақтару, сумкасын ашу да әдепсіз қылық, күнәлі іс. Тіпті қоғамдық көлікте WhatsApp қарап отырған бір адамның телефонына арнайы көз салсақ, осының өзі кісінің жеке шекарасына өткенің болып саналады. Кездейсоқ өзің де қаламаған жағдайда бір рет қана қарап қалсаң, онда мәселе жоқ. Бірақ әдейілеп байқамай қалғаннан кейін де көз тастау жақсы әдет емес. Ол кісі ештеңе сезген де жоқ, сол күйі келесі аялдамадан түсіп те қалуы мүмкін. Бір қарағанда бүлініп кеткен ештеңе жоқ. Бірақ екі иығыңдағы періште әр әрекетіңді жазып тұр ғой. Олар күнә жазды ма, сауапты істі тіркеді ме? Мәселе осында. Алланың назарынан тыс ештеңе жоқ. Сол автобустағы әрекетіміз кісі ақысы сұралатын тұста алдымыздан шығып, аялдамадан түсіп қалған адам сауабыңды сұрамасына кім кепіл? Сондықтан ақыреттегі сауаптарымыздан айырылып сорлап жүргенше, осы дүниеде әлдене бүлдірсек, кісі ақысын жеген болсақ, алдына барып кешірім сұраған дұрыс. О дүниеде ешкім ешкімді кешірмейді, сауаппен есеп айырысады. Осы жерде тағы WhatsApp арқылы кісі ақысына кіру жайлы маңызды ақпарат айта кетейік. Әлеуметтік желілердегі топтарда жаман видеолар таратып, оны көрген адам қандай сезімде болатынын ескермеу. Мүмкін сен өзің жіберген әлдебір видео арқылы бір кісінің көңіл күйі түсуіне себепші болған шығарсың. Немесе сол жаттағы адамдардың мазасын алып, әбден ренжіткен боларсың. Тіпті сен жіберген қорқынышты видеодан келесі бір кісі психологиялық шок алған болса ше, осының бәрін есептеп жатқан кім бар? Мұның өзі де кісі ақысы. Сондықтан мүмкіндігінше біреудің көңіл күйінің түсуіне емес, керісінше адамдарға пайдалы болуға тырысқан абзал. WhatsApp желісінде де бос күлкі, арзан әзілге толы видеоларды таратпай, қажетті ақпараттарды, маңызды мәліметтерді бөліскен дұрыс. Пәлен жерде жарылыс болыпты, түген жерде бұлай болыпты деген тексерілмеген ақпараттарды таратуға да болмайды. Егер сенің жеке шатыңа біреуден келген видео жалған болып шықса ше, сен де өтірік ақпарат таратқандардың қатарынан боласың. Мұндай жағдайда тіпті сені мемлекеттік жалған ақпарат тарату бабы бойынша жауапқа тартуы да әбден мүмкін. Сақ болайық. Кісі ақысына жататын тағы бір дүние біреудің затын алып қайтарып беруге асықпау. Немесе алған затымыз ұсақ дүние болса, қайтарып беруді тіпті ұмытып кетеміз. Мәселен, шай, тұз, жіп секілді майда шүйде дүниелер. Бірақ сен ұмытқанмен екі иығыңдағы періштелер ештеңені қалыс қалдырмайды. Әр әрекетіміз үшін не күнә, не сауап жазады. Сондықтан да кімнен не алсаң да қайтарып беруге тырыс. Не ақысын төле. Ең құрғанда егесінен кешірім өтін. Нендей майда зат болса да мойнында қарыз боп жазылып қалуынан сақтан. Әрине, ол зат саған сыйлыққа берілсе басқа әңгіме. Сонымен бірге балаларыңды да осындай кісі ақысын аттамауға, қарапайым болса да өте маңызды нәрсеге үйретіп тәрбиелегенің абзал. Бала ата-анаға қарап өседі. Ата-анасы жасаған барлық әрекетті көріп қайталайды. Ертең сенен туған балаң да кісі ақысын аттамай адал өмір сүрсін десең, осы мәселені насихат ет. Насихат етіп қана қоймай, әуелі өзің түзел. Өзің істемейтінді баладан талап ету берекесіз іс. Мысалы, шылым шегетін әкенің ұлына 1000 рет темекінің зияны туралы айтқанынан пайда аз. Бала бәрібір көргенін істейді. Немесе өзі таза жүрмейтін келіншектің қызына қанша рет таза жүр деп ұрысқанынан іс өнбейді. Өйткені бабаларымыз айтқандай, насихат іспен көрсетіледі. Жетпей жатқан тұсы ғана ауызша сөзбен айтылады. Өкінішке қарай біздікі көп жағдайда жай сөз күйінде қалып жататыны өтірік емес. Балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Бала көргенін істейді деген тәлімнің төркіні осында. Құрметті ханымдар, бұл білім, бұл сауаттылық.
Біз көп күнәні білмей жасаймыз, артынан өкінеміз. Кісі туралы мол ақпарат білдіңдер. Енді көп уайымдамай, білген күннен бастап әрекетке көшу қажет. Әрбір әрекетіміз саналы түрде жасалып, алдын ала менің осы әрекетімнен ешкім зиян келмей ме, ешкімнің ақысына қол салмадым ба, бөгденің шекарасын бұзбаймын ба деген ойда болуымыз керек. Берекелі де ризық-несібеге толы хайырлы өмірдің екі дүниелік нағыз бақыттың басты формулаларының бірі осында жатыр. Нағыз жетістікке жеткендерден болайық.